Сәлем достар, сіздермен бірге Zenodials арнасы және бүгінгі видеомызда біз сіздермен бірге Boolean модификаторын қалай дұрыс қолдану керектігі жайлы айтып кететін боламын. Достар, видео басылымын жатып арнаға жазылып қойыңыздар. Олай болса біз видеомызды бастаймыз. Алдымен достар, біз Shift A батырмасын басамыз және біз кубик объектісін аламыз. Кубик объектісін дәл осындай өлшемге келтіріп аламыз және біз тағы да объекті қосатын боламыз. Бұл жолы біз Shift Here деген дәл осы дөңгелекті объектіні қосатын боламыз. Енді біз оң жақта бетті ашамыз. Мұнда кубикті белгілеп аламыз. Модификатор бөліміне өтеміз. Generate деген бағытқа қарайтын болсақ, бізде Boolean деп тұрады. Осы Boolean батырмасын басамыз. Енді мына жерде объекті деп тұрады. Осы жерде біз мұндағы ручкаға ұқсаған тәріздіні аламыз да, мұндағы Shift Here-ді белгілейміз. Енді біз мұндағы стрелканы көріп тұрмыз ғой. Осы стрелканы басамыз және Apply деген батырманы басамыз. Енді біз мұндағы Shift Here-ді мишканың оң жағын басып өшіріп тастаймыз. Міне біздегі бірінші объекті дайын болды. Енді достар, біз Shift A батырмасын басамыз және Shift Here объектісін аламыз. Дәл осындай өлшем келтіріп аламыз. Shift A батырмасын басамыз және цилиндр объектісін аламыз. Цилиндр объект өзіміздің өлшемінде келтіріп аламыз және біз дәл осы өлшемге келтіріп алғаннан кейін біз оң жақта бетті ашамыз, қайтадан Shift Here объектісін белгілеп аламыз. Модификатор бөліміне біз Generate бетінен Boolean батырмасын басамыз. Біздегі әдеттегідей ручканы аламыз, цилиндр объектісін белгілейміз. Енді біз Boolean объектінің қасында тұрған стрелканы басамыз, Apply батырмасын басамыз. Енді біз мұндағы цилиндрді белгілеп, мишканың оң жағын басып өшіреміз. Міне біздегі екінші объекті дайын болды. Енді достар, біз үшінші объектіні істейміз. Shift A батырмасын басамыз, Plane объектісін аламыз. Plane объектісін алып болғаннан кейін біз Shift A батырмасын басып, кубик объектісін аламыз, дәл осындай өлшемге келтіріп аламыз. Енді біз әдеттегідей оң жақ бетті ашамыз және Plane объектісін белгілеп аламыз. Модификатор бөліміне өтіп Generate деген бағытқа қарасақ, бізде Boolean деп тұрады. Осы Boolean батырмасын басамыз. Әдеттегідей бізде объектінің орнын қоятын боламыз. Бұл жолы біз мұндағы кубикті қоятын боламыз. Енді біз қайтадан стрелканы басамыз, Apply батырмасын басамыз. Енді біз кубикті өшіріп тастаймыз. Мишканың оң жағын басамыз, Delete батырмасын басамыз. Міне достар, бүгін біз сіздермен бірге Boolean модификаторын қалай қолдану керектігі жайлы көрсетіп кеттім. Видео пайдалы болса арнаға жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған Zenodials.